Бақтиярша апай, ол кісінің жүзі таныс. Бізді күнде мектеп кіре берісінде қарсылатын апай. Оның жұмысы тек есік күзету емес, оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Әр оқушыны таниды, бөтен адам кірмесін деп бақылап отырады. Қиын сәтте көмектесуге дайын тұратын қамқор жан. Техникалық жөндеушілер, бәріне үлгеретін шеберлер. Мектептің ішінде бірде-бір жарық сөніп қалмайды, краннан су ағып тұрмайды. Оның барлығы осы техниктердің арқасы. Олар электрик, ағаш шебері, барлығына да үлгереді. Кез келген ақауды жылдам түзетіп, мектеп өмірінің қалыпты өтуіне жағдай жасайды. Тазалықшы апайлар құлыптылықтың үлгісі. Олар күн сайын таңертең бізден бұрын мектепке келеді. Әр сыныпты, әр дәлізді, әр есікті жуып, таза етіп қояды. Біз партаға отырар кезде олар әлдеқашан еденді сүртіп, терезені тазалап үлгерген болады. Түскі үзіліс кезінде олар демалмай қайтадан тазалық жұмысына кірісіп кетеді. Бұл үлкен еңбек, төзімділік пен жауапкершілікті талап ететін жұмыс.